Біз лоджиді тамақтану бөлмесі ретінде пайдаланамыз және дәл осы бөлмеде гүл өсіргенді жақсы көремін. Бұл жерге қатты күн түсетін болғандықтан терезелерді фольгамен жауып тастаймын жылда. Ол үшін бізге ең бірінші өлшеп алу керек, ұзындығы мен енін. Қолымдағы тамақ пісіруге арналған фольга. Бұл фольганың ені 30 сантиметр, ал менің тереземнің ені 39, сондықтан тура осы бір ұзындығын қалған терезелерге де келетіндей қылып тең 3-ке бөліп аламын, 10 сантиметрден. Және достар, 7 рет өлшеп бірлес кеш демекші, тереземізге дәп-дәл болып келе қалатындай өлшем бірлікпен кесіп дайындап аламыз. Келесі этап бізде оны жабыстыру. Енді бізге керегі тек қана губка және кір сабын. Кір сабынды губкаға жақсылап тұрып езіп аламыз да, әйнекке осылай жағып шығамыз. Кейін жіңішке жағын бірінші жабыстырамыз да, құрғақ трәпкімен үстінен 1-2 басып өтеміз. Сол кезде осылай теп-тегіс болып өзі әдемі жабыса қалады. Міне мына трәпкіміз біздің өте жұмсақ және құрғақ болғаны дұрыс. Енді дәл осылай екінші үлкен бөлігінде жабыстырып шығамыз. Мінекей, көпіртіп әдемілеп жағып алдым. Екінші жағын, жылтыр жағын сыртына қаратып, әйнекке қаратып жабыстырамыз. Мінекей, барлығы ойдағыдай жабыса қалды. Достар, лайфхак пайдалы болса, қазақ тілі контенттерді қолдау ретінде каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк баса отырыңыздар.